Ай күйдім. Салақ қана емес олақ екенсің ғой сен, келін а? Кешіріңіз ата, мен байқамай қалдым, рас айтам. Мен кеттім, Айко. Ал енді мені жұмсап көріңдер. Атажан, енежан, енді менің мазамды алмаңыздар. Шайнапсың, біз тірі тұрғанда бос жатпайсың. Мынау не масқара? Бізді мазақ қылып жатыр ма мынау? Сен жақсылап сабатып алмасам бәлем. Неге менің мазамды алып жатсыздар? Үй таза, түскі асқа кешек жылытпаны жылытып іше салыңыздар. Мен ұйықпап алайын да. О, келдің ба бека балам? Қара әне қатының не істеп жатқанын? Келдің ба жан? Бұнда не болып жатыр? Мына келін бетсіз екен, бізді мазақ қылды. Бұның не, Айко? Үлкен кісілер го, бұлай жасамаңшы, кімге ерегісіп жүрсің? Мен жай ғана демалдым. Өздері ғой ұйқым қанбай оятып алған. Өздері шайларын құйып тамақты жылытып ішсе болады ғой. Сен осы үйдің келіні болғасын, сенен сондайды күтетін шығар. Сәл шыда, осы кісілерді разы қылсақ, көп ұзамай бөлек шығамыз. Жақсы, сен үшін тырысып көрейін. Тезірек бөлек шықсақ екен. Көрейік. Ата енемнің де күйеуімнің сүйікті асын дайындап жатырмын. Дәмі де керемет. Енді бәрі жақсы болатын шығар. Көрдің ба? Бека ауылымыз келінді орнына қойған сияқты сүмірейіп тамақ дайындап жатыр. Иә, сауап болды. Өзінен көрсін бізді жеңемін деп ойлай ма? Атасының басы жеңет. Жақсылап тұрып тәрбиелеу керек бұны. Мына тамақтың тұзы көп па қалай өзі? Иә, тұзды аямай қосыпты. Бізге әлі ерегісі жүрген сияқты ғой. Жоға, өте дәмді шыққан ғой бәрі. Керемет дәмді. Рахмет, Айко. Иә, дәмді ғой, ауыздарыңыз дәм білмей ме? Бұларға жақсылық жасауда бесполезно екен ғой. Не істесем екен екеуіне? Бірігіп алып маған өштескендері несі? Позор!